Армысыздар қазақ елім. Мен бүгін осындай киіммен жүрмін үйде. Мынау велюровый ма, жамшевый белдемше. Республика бойындағы шетелден келген итальянский белдемше. Видеодан ашық түсті, ал былай өзі қою түсті. Өте қалың, жақсы велюр. Және силкөйден алған мен блузка катоннан. Мына жерінде мынандай белбеуі бар. Бір жеңінде белбеу, бір жеңінде белбеу жоқ. Және мынандай сырға мынандай жиынтық. Мынандай Золото Москвы 17 жылы маған 4 сыныптың ата-аналар сыйлаған. 215 мың тұрады. Мына сонымен аяқ киімдері мында тұрады. Және менің неше түрлі қыдыруға шығатын сумочкаларым бар. Маған Қасымханның анасы сыйлады. Қасымханның анасы маған өте көп нәрсе сыйлады. Түсірген сайын мен өзім сыйлықтарымды көрсетемін. Мына менің гардеробым. Мына менің анамның шифоновый көйлегі, блузкасы мен белдемше, және ішінде тағы майкасы бар. Мына мен Египеттен алып келген пальтом, $500. Мына мен кеше көрсеткен ақ көйлегі. Мынаны мен 5 мыңға алдым, сол 7 континент. Сол бір әйелден. Мынаны мен Аида Кауменованың несі шапан өзі көйлек сияқты. Соны көрсетемін оны киіп. Мына мен Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс істегенде турецкий пиджак, тройка. Пиджак, белдемше және шалбары. Мына менің сол итальянский көйлек алған, белдемше алған жерден. Республика 10 даңғылында. Авеню ғой деймін. Дүкен Авеню, содан алған көйлегім. Мына сол белдемшесі турецкий. Мынау ақ көйлек мен өзім сіңілім сыйлаған. Мынандай. Мынаны менің жалғыз құдағиым бар, сол сыйлаған. Мынаны маған сіңілім бере салды. Турецкий Талдықорғаннан алған. Мынаны мен Хан Шатырдан алған пиджак. Мынандай түймесі бар. Үшім шетінен көрсетем. Осынша тағда ар жағында қанша киімдерім бар. Гардеробым мен осы. Бүгін мен не істеп отырмын? Бүгін мен «Радикальное прощение» деген кітап тыңдап отырмын. Вышел рассказ, который очень хорошо иллюстрирует это положение. Один его друг оказался участником ситуации, которая привела к смерти девочки.
Его обвинили в гибели ребенка и приговорили к длительному сроку тюремного заключения. Он признал свою ответственность за случившееся и в тюрьме вел себя образцово. Однако отец девочки, богатый и влиятельный человек, имеющий высокопоставленных друзей, поклялся сделать все, чтобы этот мужчина просидел за решеткой как можно дольше. Поэтому всякий раз, когда у заключенного появлялась возможность апеллировать о досрочном освобождении, отец девочки, не жалея времени и денег, использовал все свое влияние, чтобы прошение было отклонено. После того, как это повторилось несколько раз, Коэн спросил своего друга, что тот думает в связи с усилиями богача удержать его за решеткой. Друг ответил, что он простил отца девочки и каждый день молится о нем, поскольку понимает, что в тюрьму заточен именно богач, Осы а не он кітапты сам. оқуға, тыңдауға сіздерге кеңес берем. Сол Зубайда деген ханыммын, сырымда шертсем жанымнан, көргенде кейбір қазақты ауырады жаныммын, ұстаздық артып танымын, немересімін молданың, пендесімін айсам алланың, дінімді өтем қастерлеп, жоғары биік талғамын. Қазақ елі жақсы. Енді радикальное прощение деген кітап тыңдаймын мен. Жатып, соң кейін спортпен айналысам. Жақсы, кездескенше.